Қазақ халқы жылқыны тайынан таптап, құнаннан баптап, дөненнен сақтап, бесісінде мақтап мінген халық. Осынау қасиет қонған өнер тек Алаш баласына ғана тән. Халқымыздың ерекше қастерлеген және жанына жақын тұтқан қасиетті түлігінің бірі жылқы. Жылқы ең алдымен өте ерте кездерде жаугершілік заманда құнды көлік ретінде қолға үйретілген. Өйткені сол замандарда жауды қуып жетуге немесе одан қашып құтылуға жылқыдан қолайлы жануар болмаған. Жылқыны қадір қасиетіне қарай арғымақ, жабы деп бөледі. Арғымақтарды халық өте жоғары бағалаған. Олар негізінен адамға адал дос бола алатын әрі жүйрік, әрі алғыр жылқы тұқымдары. Сондықтан да арғымақтан шыққан ерекше тұлғаларын ерте кездерде тұлпар, сәйгүлік, пырақ дүлдүл деп атаған. Қазіргі таңда еліміздегі арнайы жылқы өсіретін зауыттар мен шаруашылықтарда жылқының 17 тұқымы өсіріледі. Сәйгүлігін сәндеп арғымағын ауыздықпен арпалыстырған қазақ баласы қашанда қамбар төлеген қадір тұтқан. Мәселен, мына мен тақымдаған ракета есімді арғымағымыз 2 рет ел чемпионатында жеңіс тұғырынан көріп, басқа да жарыстарда оза шапқан. Қаймана қазақтың жылқы десе, ішкенасын жерге қоятыны бәрін аян. Оның ішінде тазағанды жылқыларға деген ықыласын сөзбен жеткізу тіптен қиын. 22 наурызда өтетін бәйгеге қазақ атын жыл бойы баптаған. Күнделікті тірліктің өзінде жылқы десек еңбектеген баладан бастап, ақсақалды қартқа дейін құлағы елең ете қалады. Бұның бәрі бабалардан қалған қасиет. Жылқыға үйір болған себебіміз осы. Кішкентайымыздан мен әкем жылқы ғұмыр болған, әкем әкесі жылқы ғұмыр болған. Жалпы сол қиын заманның өзінде қолдан ат үзбеген. Бір ат болса да сол бір атты дайындап, баптап, сол бір ат болса да екі ат болса да соны дайындап, әрқашанда қолын жақсы айғыр үзбеген. Күніге деп айтпаймын, мен күнде 2-3 мәрте келіп кетеміз. Мен өз өмірімде жылқысыз елестете алмаймын. Жылқысыз ұйықтаймын. Кешке қарай жатар алдында да келіп жылқылардың бәрін бір-бір сипап, көңіліміз оңымызға түсіп. Наурыз қарсаңында қызықтан құр қалғысы келмейтін ағайын сыртта думанға толы ат жарысы, көкпар ойындарына бәрі қосылып, 22 наурыз мерекесінің өзіндік бояуын әрлей түседі. Ай бұрын суытылып, жыл бұрын бапталған сәйгүліктердің аламанға түсер сәті де осы кез. Бағы мен бабы келіскеннің мерей үстем, мәртебесі биік болуы атқұмар бапкерлердің жүйріктерін адамша қастерлегеннің арқасы. Енді жылқыны енді әңгімесін айтсаңыз азан қайын таусылмай жылқы жағынан қасиет. Енді оны ат ұстау бар да, оны күтіп баптау да бар. Оның нендей қырлары бар күтіп баптау? Қайтып күтіп баптайсыздар? Енді күтіп баптағанда жылқыны аттарда енді жыл 12 ай осы қолдан үзбейміз. Тек қана осы көктем кезде жаңағы жылқы үйірге қосып тұқымын аламыз. Қалған уақытта осы қолда тұрады. Мәпелеп жаңағыдай сылап сипап, бар тапқанымыз осы айғырларға беріп, бағып дайындаймыз аттардың бәрін. Бұның азында жем суын беріп, сыртқа алып шығатын бір дүниелері бар? Енді таңертең жаңағы азанға шөбін береді, жемін береді, су қарады, содан кейін түске таман жаңағы кішкене сыртқа шығарып аунатып, үстін тарап, сол түске таман түс қайта кішкене жүргізіп келеді. 1-2 шақырым бастырып, кішкене бойына қан жүргізіп, бір орында тұра берсе де жылқы аяқтарын құртылады. Қасиетті жылқы жылында келіп жеткен ұлыстың ұлы күні 22 наурыз мерекесінде ойналатын ойындардың көшін бастап көкпар ойыны отыр. Мәселен, ел чемпионатында 7 рет жеңіске жеткен Әулие-Ата командасы көкпар десе кішкенасын жерге қояды. Алдағы уақытта қалай болатын аламан додаларға денелерін ширатып, аттарын баптау үстінде. Ат үстінде еркін отырып, түрлі батыл қимылдарды жасай білу тек баланы батыр азамат болып өсуіне жағдай жасайды. Әсіресе көкпар ұлттық ат ойыны нағыз баһадүрлікке баулайтын батырлар ойыны. Өткен 2013 жылы жақсы Қазақстанның 3 рет жүлдегері болдық. Одан кейінгі өзімізден кейінгі інілеріміз жеңіспен оралды. Осы келатқан 2014 жылқы жылы үмітіміз жеңіске жетсек деген үмітіміз бар. Құда қаласа. Жесең ет, ішсең сусын, мінсең көлік болған жылқы малы мен қазақ ұлты әлемге паш етілді. Қазақ жылқы малының болмысындағы басқа түліктерде болмайтын барша қасиетін жақсы танып, терең зерделеп білген. Алуан жүйрік бар, әліне қарай шабатын деген сөздің өзінен ақ ат спорты аламан бәйгенің бастауы біздің далада дүниеге келгені байқалып тұрғандай.